түнде ұйықтап жатқан кезде еріксіз өзің оянып кетесің. Білмейсің, не нәрсе оятқан сен білмейсің. Сен өзімен өзің ояндың. Осындай кезде сен білгің дейді. Сені оятып жатқан Алла Тағала. Сол уақытта, сол берекелі уақытта, Алла Тағаланың мейірімі түскен уақытта Алла Тағала сені оятып жатыр, және сенің даусыңды естігісі келіп оян. Сол кезде көзіңді ашқаннан кейін ең кішкентай амал Аллаға бір зікір айтпастан ұйықтама дейді. Қайтадан көзін жауып жатып қалма дейді. Тұрған кезде көзіңді ашып, Субханалла ва бихамди, Субханалла, Субханаллахил азим. Осы екі сөзді айтып жатып қалыңыз, тым болмағанда. Осы сөзді естігеннен кейін келесі күн Алла Тағала сізді тағы да оятады. Сіз уже не істейсіз? Екі мәрте зікір айтасыз. Одан кейін үшінші күні 3 мәрте зікір айтасыз. Төртінші күні бұл сізге әдет болып қалады. Не істейсіз? Еріксіз тұрып дәрет алып 2 ракағат намаз оқитын боласыз. Алла Тағала сізді қалап жатыр, сіздің даусыңызды естігісі келіп жатыр. Демек сіз не істеңіз? Осы Алла Тағаланың оятқанына жауап беріңіз. Ал егер тұрмайтын болсаңыз, ол нәрсеге жауап бермейтін болсаңыз, бұл мүмкіндік екінші рет келмеуі мүмкін. Егер Алла Тағала сізді сол халіңізде тарк етіп қойған болса, болды, бұл хал қайтып келмейді. Сіздің даусыңызды естігісі келіп тұрған Алла Тағаланың бұндай беріп тұрған мүмкіндігін бос жіберіп алмауымыз керекпіз.